Біз әдетте бір-біріміздің жағдайымызды сұрағанда ол сөзге қатты мән бермейміз. Қалың қалай, немесе қалайсың. Бірақ бұл сөздің астарына мән беретін болса, ол үлкен мағына жатыр. Яғни жалпы өмірің қалай, тыныс тіршілігің қалай, денсаулығың қалай, жалпы өмір қалай болып жатыр дегенде. Бірақ білесіз бе, біреу біздің жағдайымызды сұрағанда үнемі жақсы деп жауап береміз. Себебі мына заманда біреуге біреудің проблемасы керек емес, қызық емес. Сол үшін де қысқа қайырамыз жауапты. Ал шын мәнінде барлық адамға қолдау керек. Ішкі жан сырын ақтаратын, үрей мен қорқыныштарын, болмаса өмірінде мүмкін болып жатқан сәтсіздіктерін айтатын, солай жан сырымен бөлісетін, тыңдап ақылын айтатын адам керек. Және менің ойымша, бұл өмірде ең бақытты адамдар, жанында сондай адамдар болса, сондай қасиеттері бар. Яғни кез келген уақытта оған өз көңіл күйіңді білдіре алады. Сен мұңайып тұрсаң, сені күлімдеуге, сенің көңіл күйіңді көтеруге атсалысатын адам болса, немесе бірге қалжыңдасып, қандай да бір іс-әрекеттерді бірге жасайтын, мысалы кино көреді, атқа мінуге барады, бильярд ойнауға барады, немесе футбол қарайды. Сондай бір жаныңа жақын адам болса, менің ойымша, бұл өмірде ең бақытты жансың. Мен Аллаға шүкір деп айта аламын, себебі менің жанымда сондай жандар әрдайым табылып келеді. Менің қаншама құрбыларым бар. Әр құрбымның орны ерекше, және мен олардың әрқайсысымен әртүрлі вайбта баланс құра аламын. Мысалы, медициналық білімі бар құрбымен көбінесе денсаулық мәселесін талқылаймыз. Немесе саяхаттауды жақсы көретін құрбымен саяхат тақырыбын, концерт тақырыбын талқылап, көбінесе бірге баруға тырысамыз. Сондай-ақ қасыңда өзіңді жайлы, жағымды сезінетін, ішкі жан сырыңды ақтарып, мұңдасың бола алатындай басқа да құрбыларым бар. Кейде ойлаймын өзім, үнемі проблеманы айту үшін хабарласады деп ойлайтын шығар деп. Бірақ дегенмен де мен
іштей барлық құрбыларымды, барша жақын адамдарды жақсы көремін. Оларға жиі айтпасам да, жиі тілдеспесем де, үнемі ойымда. Бірақ қазір басқа қалаға көшіп кеттім. Сол себепті мұнда көп таныстарым жоқ. Енді танысып жатырмын. Үлкен бір депрессия болды. Сондай бір қиын кезеңде осы YouTube каналды ашып, бір жағынан көңілімді басқа бір арнаға бұрғым келді. Және бұған еш өкінбеймін. Себебі осы бір жылдай уақыт ішінде қаншама нәрсе басымнан өтті. Соңғы кездің бәрінде де көңіл күйім болмай тұрса да, ауырып тұрсам да, қиналып тұрсам да, ештеңе қарамастан видео түсіріп отырдым. Енді арасында біраз уақыт жоқ болып кеткен кездерім болды. Дегенмен де өз ісімді қолға алып, видео түсіріп, өз өзіме ең бастысы дәлелдедім. Яғни адамдар істеген нәрсені мен де істей алады екенмін дегенде. Және бұл жерде ең бастысы менде ниет таза болды. Өзім АСМР тыңдағанды жақсы көргендіктен неге соны жасамасқа деген ой келді. Және күйеуіме рахмет. Ол кісі мені әрдайым қолдап отырады. Расымен де кез келген адамның жұмысынан бөлек өзінің бір сүйікті ісі, хоббиі болған жақсы. Яғни мен бұны бұрыннан білетінмін, бірақ бір кезеңде жұмыспен де ешқандай хоббимен де айналыспай, жай ғана үйде отырып қалдым. Сол кезеңде өте жаман сезімдер бойымды билеп алды. Яғни өзіңді жұрттың бәрінен артта қалғандай сезінесің. Барлығының өмірі керемет болып жатыр. Жұмыс, үй, бала шаға, той, қыдыру, машина бар, үй бар дегенде. Ал сен не жұмыс істемейсің, не үй жоқ, не машина жоқ, не қыдыру жоқ, не хобби жоқ, не бала шаға жоқ. Білесіз бе, сондай кезде өте жаман сезім болады. Мына өмірде не үшін жүрмін деген сияқты тіпті осындай бір сұрақтарға жауап іздеп кетесің. Бірақ мен ойлаймын, кез келген өмірімізде болып жатқан нәрселердің барлығы бізге мықты болуды үйретеді. Қазір мықты болсақ, бұдан да мықтырақ болуды үйретеді. Сол себепті еш нәрсеге өкінбеу керек. Тек болашаққа жақсы үмітпен қарап, жақсы ниетпен қарап, әрекет жасап, қалған істі Аллаға тапсыру керек. Достарым, мен мұнда самса істеп жатырмын.
жасай алмаймын. Жасауға болады негізі қазір. Білмеймін, мен солай эстетика жағынан келгенде аздап ерінетінім бар. Сол үшін де қолымнан біраз нәрсе келсе де оны интернет арқылы басқаларға көрсетуге аздап білім мен біліктілігім жетіспегендіктен солай біраз нәрседен құр қалып жүргенім бар. Маған бір танысым айтқан еді, сеніңкіндей өмір болса, менің контентім өте керемет болушы еді деп. Яғни мен енді бірнеше елдерге саяхат жасағанмын, бір жерде тұрып қалған адам емеспін. Саяхатты жақсы көрем, қыдыруды жақсы көрем, әртүрлі концерттерді жақсы көрем. Яғни менің өмірім бір сатырға өмір емес. Сенікіндей фото, видеолар болса, мен деген өте керемет пайдаланушы едім деп айтады. Бірақ сенесіздер ме, мен осы соңғы жылдары бір 4-5 жылдың көлемінде расымен-де блог жүргізгім келіп, осы істі қаншама қолға алып келсем де ол менде ешқандай дамымай қойды. Сосын бір жағынан кішкене қолымды сілтеп қоя салдым. Яғни мүмкін бір сәті түсер өзі деп. Шын мәнінде өзім блог жүргізгім келеді. Адамдарға мотивация болатын, өз-өзін дамыту жөнінде, тұлғалық даму жөнінде блог жүргізгім келеді. Және жақында достары айта кететін нәрсе, ChatGPT-ге өзім жазып нумерологиялық талдау жасаттым. Және сондағы талдаудың нәтижесін көріп, шынымды айтсам өте қатты таңғалдым. Себебі 100% көңілімнен шықты. Мені 100% сипаттап берді. Менің әлсіз тұстарымды, менің мықты жақтарымды айтып берді. Солардың ішінде ең бастысы маған ұнағаны менің өмірдегі миссиям, яғни ұстаздық миссия, шығармашылық миссия, адамдарға көмектесу, адамдарға мотивация беріп жол көрсету. Рухани жағынан ұстаздық үлкен миссия бар екенін де мен оны өзімде білемін. Сіздер білесіздер ме, жоқ па? Мен сіздерге айттым ба, жоқ па? Мен ағылшын тілі пәні мұғалімімін. 10 жылдан астам тәжірибем бар. Және өмірімде білім, ғылым саласы үлкен орын алады. Бірақ ойланып қарасам, осынша нәрселер өмірімде болғанымен мен сол нәрселерді дұрыс пайдалана алмай жүргендей сезінемін. Яғни мен жасап жатырмын, істеп жатырмын, бірақ дегенмен де мен сол нәрселерді дұрыс пайдаланбай, өзімнің білімімді, өзімнің біліктілігімді дұрыс пайдалана алмай жүрген сияқтымын. Ондағы уақытта Алла сәтін салса барлығы болар деген үміттемін. Достар, қазір Замзамның қалай шыққанын көресіздер. Менде осылай кішкене күйіп қалды астыңғы жағы.